қайда екенін біле алмассың, телміріп терең ойдың соңын ермейді. Сонда мынау қазіргі кездегі осы 5 күндік жалғанға алданып, зорлық, зомбылық, ағайынды жылатып, елдің ақысын жеп атқандар, түзетіп отыратын адамдар, осы бақилық сана иелері екен. Бақилық сана иелері ол кешегі Төле би, Әйтеке би, кешегі Қаздауысты Қазбек би, міне бақилық сана иелері. Міне сондықтан осы ихсан, оған қалай жетеміз дегенде, осы ихсан ілімін оқыту арқылы ғана жетеді екенбіз. Яғни пайдалы білім беретін, анау адамның мінезін өзгертетін, адамның сыртын ғана емес, ішін тазалайтын ілімді оқытатын ілімді біз ихсан ілімі дейді екенбіз. Сонда Абай айтады ғой, имамдар ғибадаттан сөз қозғаған, хусн мен иманды білді ойлаған, иманның тазалығын жақсы ұқтырмай, сыртын қанша жуса да іші оңбаған дейді. Сонда іші таза адамдар. Әгі Ақтанберді мен Қабанбай осы арғындарға келіп, жер дауы, жесір дауы деп жаңағы мал даулағанда Үмбетей жырау айтады ғой, ей Ақтанберді, Қабанбай, суытпа босқа түсіңді, қайрама онша тісіңді, сырт тазасы не керек, тазарт әуелі ішіңді дейді. Міне сондықтан біздің ішіміз тазарса, осы дүниеге берілмей, осы елімізді, жерімізді ата-бабамыздан қалған осынша ұлан ғайыр жерді сақтап қалатын, ешқандай тура, ешқайда бұрылмайтын, жаңағы миллиард, триллион доллар берсе сатылмайтын елдің қамын ойлайтын азаматтар осы ихсан ілімін үйренген, осы Төле би бабамыздың жолын ұстанған